Шұғыл хабарлама. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақстан аумағында тағы жер сілкінді. Оңтүстік Қазақстан өңірінің тұрғындары жер сілкінісін сезінді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ТЖМ сейсмологиялық зерттеу институты ЖШС мәлімдеді. Сейсмологиялық зерттеу институтының алдын ала таратқан ақпаратына сай, сейсмикалық жағдай Жамбыл, Түркістан облысында және Шымкент қаласында тіркелген. Сезілетіндігі туралы мәлімет анықталып жатыр. Жерасты дүмпулері 6 қазан күні Астана уақытымен сағат 1:29-да тіркелген. Эпицентр Алматы қаласында оңтүстік батысқа қарай 465 км қашықтықта Қырғызстан аумағында орналасқан. Эпицентрдің координаттары 42-270 градус, 71-378 градус, тереңдігі 10 км. Жер сілкінісінің энергетикалық класы 13,3, магнитудасы 5,9. Сезілуі туралы мәліметтер таралды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.